Ай, шығыстан батысқа қарап тұрмыз ғой, жоқ қой. Айтып тұрған жоқпын бағанан бері енді. Мына полиция қызметкерлері ремен тақпаған. Ремен қайда? Алейкум ассалам, ремен қайда жігіттер? Ременде жүрген кезде тағады ғой, біз тұрмыз ғой. Сонда да тағып отпайсыздар мені? Түсірмей ақ қойшы. Бірдеңе болса неге телефондарды ала жүгіресіздер ме? Өзімізді қауіпсіздігіміз үшін сұрап отырмын бауырым. Әлде біздің жұмысты оңай деп ойлайсыңдар ма? Елдің тыныштығын күзету екінің бірінің қолынан келмейді. Мә онда полиция қызметкері болып көр. Қолынан келсе. Мә? Елегіздер елдегі, төбелестер төрдегі, бірін-бірі кешіріп, келісімге келгені, аң мен құстың мергені, төлге тонын бергені, енді аланың елдері, полицейдің еңбегі. Еңбегіңе сүйосы, мен дегенмен күйосы, тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы, генералдық шенге жет қазақ полициясы. Құшақтардың жөндеуі, жылдамдығын азайтып бағдаршамға көнгені, қонақтарым қорықпай қаламызға келгені, баламызға сенгені, полицейдің еңбегі. Еңбегіңе сүйосы, мен дегенмен күйосы, тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы, генералдық шенге жет қазақ полициясы. Еңбегіңе сүйосы, мен дегенмен күйосы, тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы, генералдық шенге жет қазақ полициясы. Еңбегіңе сүйосы, мен дегенмен күйосы, тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы, генералдық шенге жет қазақ полициясы. Елің үшін еңбек ет қазақ полициясы. Жоқ, жігіттер, шынымен де сіздердің жұмыстарыңыз